Ертеде ешкі жүні өртеді. Алмас атты бір бала болыпты. Ол әдеттегідей көше бойлап жүріп келе жатып, көздің жауын алардай әсем, тылсым сырға толы бір орманға тап болады. Бұл орманның қақпасы биік, сырты алтын түсті өрнектермен әшекейленген екен. Қақпаның түбінде шаң басқан ескі оқулық жатыр. Алмас оқулықты қолына алып ашып қараса, ішінен жарқыраған бір кілт шыға келеді. Бұл білім кілтеді. Кілтті қақпаға тақай бергенде, алдынан айбатты қоңыр аю шыға келді. Тоқта балақай. Бұл қақпаны ашу оңай емес. Менің бір сұрағыма дұрыс жауап берсең ғана жолын ашылады. Айтшы, 3 қосу 2 неше болады? Немесе 3 алманың үстіне тағы 2 алма қоссаң, барлығы қанша болады? Әрине, 5 болады. Жарайсың балақай. Білімді адамға барлық қақпа ашылады. Алмас қақпадан өтіп, орманның ішімен ілгері жүре береді. Көп замай алдынан екінші қақпа кездеседі. Бұл жолы қақпаның алдында қоңыр аю емес, шапшаң қоян отыр екен. Қоян секіріп тұрып, менің де бір сынағым бар. Айтшы, 8-ден 2 алғанда қанша қалады? 8-ден 2 алсақ 6 қалады. Дұрыс айттың балақай. Жолың ашық болса, қуана-қуана алға қарай жүріп кетеді. Ол сиқырлы орманның сырын ашып, өзінің батылдығы мен білімінің арқасында кедергілерден сүрінбей өтеді.